Мысалы айтайық, сен намаз оқисың ба? Иә, намаз оқимын. Содан сен не аласың, қалай өзгересің, қайтып. Соны нақты түсіндіріп бере алмайды көп адамдар. Жай намазға шақыра береді. Намаз оқы, не болады? Құда қаласа жәннатта боласың, ондай болады, ондай болады. Ол енді мүмкін кезінде бұл уағыздар жұмыс жасады. Мен бұл уағыздарды алып тастайық болды деп те айтпаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Микрофон эхосын алдырып қойдық әдейі. Анау Құран оқығанда әдейі естілу үшін кішкентай эхо қояды анау. Дауысқа ол қайталана бергесін, құлаққа жағымсыз, сосын тез шаршытады. Құрметті жақсылар. Талғат имам Қажекеңнен сұрағанбыз ғой, енді осы жамағатқа қандай уағыздар айтты, бұл кісілер уағызға шақырып жүргесін, уағыз тақырыптар қандай айтылып жатыр, қандайлар жаңа айтылғаны дұрыс деп жамағатты білгесін, не тақырыптар дегенде бірнеше нүктелер айтты. Соның біреуі иман жемістері еді. Иманның жемістері туралы айтып беріңізші деді. Мен үшін бір өте қатты сұрақ болды бұл. Енді анау бір философиялық сұрақ сияқты болды өз басыма ше. Неге екенін айтайын. Құрметті жақсылар, осы жұрттың барлығы өз-өзін иманды деп ойлайды. Құдайға сенгеннің бәрі иманды ғой, дұрыс па? Дұрыс болды. Сол иманнан не жеміс көріп жүрсің? Осы жаңалде ғана мен бір жігіттермен шай ішіп отқан кезде шынымен оқыс айтып жатыр да, мысалы мен діни кітап оқыған кезімде, ол көп тіпті имамдардың уағыздарында да осындай нәрсе бар. Кейбір кітаптарды, сол діни кітаптарды оқыған кезімде жүрегіме жетпей қалады дейді бір нәрселер. Өйткені қазіргі заманның психологиясы шынымен ақ кейбір адамдарға бір нәрсені айтқан кезде нақты қазір не аласын, соны түсіндіреді. Қазір не аласын, қолма-қол саған не жетеді. Мысалы айтайық, сен намаз оқисың ба? Иә, намаз оқимын. Содан сен не аласын, қалай өзгересің, қайтып. Соны нақты түсіндіріп бере алмайды көп адамдар. Жай намазға шақыра береді. Намаз оқы, не болады? Құда қаласа жәннатта боласың, ондай болады, ондай болады. Ол енді мүмкін кезінде бұл уағыздар жұмыс жасады. Мен бұл уағыздарды алып тастайық болды деп те айтпаймын. Бірақ соңғы кездері тренд дейді ғой енді, халыққа, әсіресе жастарға осы психология, бизнес тренинг деген нәрсе кірді. Бұл нәрсе тіпті жұрттардың сөзінің арасында да, киноның ішінде де бар бұл. Сіз өзіңіз білмейтін шығарсыз, бірақ киноның ішінде де осы нәрсе қолданып кетті қазір. Сол үшін уағызда, мысалы мынандай сөз бар ғой, заманың түлкі болса тазы боп шал дейді. Уағыздың ішіне де осындай нақтылық қосу керек сияқты көрінді. Мен әдейі ұзақтан келіп жатыр, мен уақытты еркін қойдыңыздар ғой, сосын айтып атқаным мен. Иманның жемісі деген нүктеге тоқталғым келеді. Иманның жемісі. Мысалы айтайық, мен Құдайға сенем. Жақсы, Құдайға сенесің. Ал сол Құдайға сенгеннен кейін сен не аласың? Берсе бір нәрсе. Дұрыс па, біз қазір материалды өмірге кеткенбіз. Мен не сезем? Немесе екінші, осыдан келетін тағы да бір сұрақ. Мен не сезуім керек? Бұл тіпті адам өз-өзін тексеруге де барады да. Себебі кейде адам өзі күмәнданып қалады. Мен иманданып жүрім, иманға қанша уағыз естем, намаз оқим, кейде намазым дәмін сезбей қалам, кейде былай болып кетем. Сон иманым дұрыс па менің? Мен не табуым керек сол иманнан? Мен баратын жерімді көріп алайшы деген жақсырақ болмай ма, Өйткені мысалы бір жарысайын деп атсаңыз, немесе бір жолға шықсаңыз, баратын жеріңізді көрсеңіз ыңғайлы болады ғой. Ал баратын жеріңізді көрмей, әйтеуір кеттік болса, кеттікке кетсеңіз, не болады? Біздің дініміздің өзі бұны дұрыс емеске шығармай ма? Исламның дінінде не деп айтады? Мен не үшін өмірге келдім? Адам баласы не үшін өмірге жаратылды? Деген сұрақтан басталмай ма біздің дініміз? Құран-ы Кәримде де сондай сөз бар. Алла тағаладан келген. Мен адамдар мен жындарды өзімнің құлшылық ғибадатыма жараттым дейді. Түсінікті, ғибадат үшін жаратылды. Былай қарағанда түсінікті.
Бірақ не түсіндіңіз? Ғибадат үшін жаратылды, жақсы. Не ол ғибадат деген? Не береді? Не аласың? Немесе ғибадат деген қандай көріністе болу керек? Қалай болу керек? Бұның бәрін пайғамбарымыз амалмен көрсетті. Оны сөзбенен әдемі қылып, ғылыми кітап қылып шығарған жоқ. Сол үшін осы сұрақтардың бәрін жинағым келеді да, мына бір иманның жемістері деген кезде өте көп жеміс еске түседі. Бірақ оның бәрін алып тастадым да, маңызды болған, біз баруымыз керек болған, бізден көрінуі керек болған, біз жұмыс жасауымыз маңызды болған бірнеше нүктелерді алдарыңызға жазып алып келдім. Сол нүктелермен таныссақ екен. Өзім мынандай қағаз, 1,5 сағат айтамыз енді. Бисмилла. Иман бірінші орында сізбенен бізге рухани тыныштық береді. Егер сіз, онда соның әрдайым соның қарама-қарсысын айтып отырайық. Егер сіз Құдайға сеніміңізден Аллаға сенесіз ғой, жаныңыздың, рухыңыздың тыныштығын таппайсыз ба, онда иманыңызды әлі жұмыс жасауыңыз керек. Түсінікті ғой, яғни иманыңызды әлі реттеуіңіз. Бұл имансыз деген сөз емес. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әзіреті Омарға айтқан сөзі мысал болады. Бір күн айтады ғой пайғамбарымыз, кім мені дейді, өзін айтып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өзінен, әрбір адам өзінен және бала-шағасынан, барлық адамнан артық көрмейінше иманда кәміл болмайды дейді. Сол кезде Омар тұрып айтады: "Уа Расулалла, мен сізді бәрінен жақсы көрем, бала-шағамнан да артық көрем, бірақ шыны керек өзімнен артық көре алмайды екенмін" дейді. Бұл ол кісінің шынымен-ақ дұрыс сөзі. Адам, біз кейдеше өзіңді жақсы көр деген сөзді әлі түсінбейміз. Осы жерде отырған адамның көпшілігі білмейді да. Сол кезде Омар білетін болған өз-өзін жақсы көру деген не екенін. Ол психология қазір айтып жүр ғой, ал ол кезде пайғамбардың заманында Омар білетін болған адам өз-өзін жақсы көру деген не екенін. Ол эгоизм емес. Ол өз-өзін жақсы көру деген сөз, сен саған не ұнайды, не ұнамайды, соны ажыратып алу. Өзіне деген құрметі, өзінің эмоциясын, өзінің ақыл ойын, сөзін бәрін игеріп ұстай білуді айтады. Ол кәдімгі тұлғалық дамуды айтып жатыр мен. Кәдімгі тұлға ретінде адамның толысқан уақыты. Бұны баяғыда 40-тағы жігіттер осыған толып жеткен. Бізде қазір 40-тағы жігіттер мұрын шұқиды әлі. Басқа жігіттерді айтпай қоңыз оған дейін толмаған. Сондықтан рухани тыныштық. Сонда Әзірет Омарға айтады ғой, ондай болса Хаттабтың ұлы Омар иманда кәміл болмапты дейді. Сонда сол бір ауыз сөзге бола Омар айтады: осы қазірден бастап Омар сізді өзінен артық көреді дейді. Қарасаңшы, өзі дұрыс амалды көрсе, қалай соған ерді. Ол кісі өз-өзін зорлаған жоқ. Зорлап еш нәрсеге жете алмайсың. Дінде зорлық жоқ. Ол соны ақыл менен түсініп жетіп, дұрыс жолды тауып, өз-өзін соған тәртіптеп жатыр. Бұл тәртіптеу дейді, өз-өзін зорлау емес. Жан тыныштығы, рух тыныштығы адамзаттың бәрінің аңсағаны негізі. Анау ақындар өлең жазады ғой, жаңағыдегі неше түрлі қылып, махаббат туралы, отан туралы неге жазады? Егер оны жан тыныш болса, ол жазамайды. Ол анау бір жерде бір нәрсені жоғалтып алу керек. Жоғалтып алмаса, сосын ол жоғалтып алған сияқты ойланады да, сосын жазады. Болмаса одан шықпайды ол нәрсе ше. Көбінесе сондай да. Одан бір нәрсе шығу үшін жан тыныштығы кезінде ондай бір айырылып қалдым деген өлең шықпайды. Одан қуаныш өлеңдері, одан бір кеңдік, теңдік, бөлек дүние шығады. Айтпағым, құрметті бауырлар, рух тыныштығы. Бұл иманның жемісінің ең алғашқысы. Сіздің рухыңыздың тыныштығы. Қазіргі заманда психологтар айтып жатыр ғой, анау мынау үйретіп жатыр, жанұя мәселесі анау мынау. Соның бәрін баратын жерін айтайын ба? Психологияда айтады. Сен психология жағынан мына миың, ішкі жан дүниең толысқан адам деген сөз, ол сенің алдыңда болып атқан уақиғалар,
адамдар сенің кәлияңнан шығармау керек. Түсіндіңіз ба? Шығармау керек кәлиядан. Және де сен бүкіл адамзатты сыйлап жақсы көре білуің керек дейді. Осы екі-ақ нүкте екен. Егер осы нүкте сенде болса, сен толысқан адамсың. Сенде ол нүкте жоқ па, сен әлі өзіңмен жұмыс жаса дейді. Бұны біздің ислам баяғыдан үйретеді ғой, негізі. Бұны біздің ислам әуел бастан насихаттайды. Рухтың тыныштығын үйрету үшін тіпті адамдар сопылық деген үлкен ғылым шығып, адамды намазының дәмін, оразасының дәмін сезінуді үйрететін ұстаздар, ақыреттік ұстаздар имам Ғазалидің сөзіменен пірлер пайда болды. Сол үшін имам Ғазали айтады, егер бір ұстаз дейді, саған намаздың дәмін сезгізсе, оның етегінен ұстап алып айырылма дейді. Қалған ұстаз ондай бола алмайды да. Саған намазыңның оқып атқан дәмін үйретті ма біреу дейді. Сездің ба, біреудің жанында жүріп, әркім ұстаз ғой, үйреніп жүріп, намаздың дәмін сездің ба дейді. Болды дейді, сол ақыреттік ұстаз дейді, одан басқа ұстаз, әшейін ұстаздар олар.